Ал Сбербанктың ыстық қыс акциясы жалғасуда. Петропавлда осы акцияға қатысқысы келетін салымшылар саны артуда. Бас жүлде экзотикалық елге туристік жолдама. Қай жерде демалатын жеңімпаз өз таңдайды. Бұдан басқа банк қызметін тұтынушылар 30 түрлі сыйлыққа ие бола алады. Сбербанк акционерлік қоғамы еншілес банкі ұйымдастырып отырған науқан 3 тамызда бастау алды. Бұл үлкен шараға қатысу үшін 5 желтоқсанға дейін депозит ашу керек. Немесе есеп шотты 100 000 теңгеге не болмаса осыншама соманы құрайтын шетел ақшасын салу қажет. Сыйлыққа есеп айырысу карточкасын алып, одан жоқ дегенде 200 теңгеге транзакция жасалуы шарт. Если говорить о преимуществах депозитных продуктов Сбербанка, то можно выделить. Сбербанкке салым салудың үш негізгі артықшылығы бар. Алғашқысы минималды салым жарнасы, екіншісі депозитті банкке келмей-ақ Сбербанк онлайн интернет жүйесі арқылы ашуға болады. Және үшіншісі біздің банк барлық клиенттер үшін үнемі ұтыстар мен акциялар ойнатады. Ыстық қыс акциясы желтоқсанның 5-і аяқталады. Ал бір аптадан соң Сбербанкте депозит ашқан солтүстік қазақстандықтар ұтыс ойынына қатысып, бағын сынап көрмек. Жеңімпаздар кездейсоқ сандар генераторлары арқылы анықталатын болады. Ұтыстың әділ өтуін нотариус қызметкері мен бейнебақылау камерасы қадағалайды. Сонымен қатар Сбербанк акционерлік қоғамы еншілес банкінің филиалында 1 қазаннан бастап алтын күз атты тағы бір акция жүргізілуде. Оның қатысушылары заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлер. Данная акция предоставляет возможность. Акцияға қатысушылар біздің банкте есеп айырысу шотты тегін аша алады. Сонымен қатар олар бизнес онлайн жүйесіне қосылып 30% жеңілдікке ие бола алады. Сондықтан барлық кәсіпкерлер мен заңды тұлғаларды әріптестікке шақырамыз. Сбербанк жариялаған алтын күз акциясының тиімді шарттарын заңды тұлғалар мен кәсіпкерлер 2015 жылдың 30 қарашасына дейін пайдалана алады. Әзіл Оразбаева, Анастасия Драняк, Виталий Потеряев, ақпарат.